Амандық пен тыныштық болсын. Қымбатты досым, сені ерекше Құдай сүйеді. Бүгін Ефесіктердің 4-ші тарау 32-ші аятта былай дейді: қайта бір-біріне мейірімді жанашыр болыңдар. Мәсіхтің арқасында өздерін Құдай кешіргендей, сендер де өзара кешірімді болыңдар дейді. Құдайға мадақ. Бір-біріңізбен ерекше мейірімді болыңдар дейді. Сүйіспеншілікке толыңдар дейді. Рахымдылыққа толыңдар дейді. Аумин. Құдай әке бізді неге шақырады? Егерде сен Құдайдағы менің бауырым болсан, біздер рухани бір Құдайға сенеміз, бір кел рухқа сенеміз, бір көктегі әкемізге сенеміз. Және біз не істейміз? Бір-бірімізге мейірімділікпен, жанашырлықпен, сүйіспеншілікпен қарауымыз керек. Біріміздің қателігімізді біріміз көтеріп жеңілдетуіміз керек. Мүмкіншілік жасауымыз керек. Оны құшағымызға алып, оны жігерлендіруіміз керек. Ол ары қарай Құдайға қызмет ету үшін. Аумин. Қымбатты досым, киелі кітап жазады: бір-біріңді сүйіңдер, сүйіспеншілікпен дейді. Қандай сүйіспеншіліктен? Құдайдан келетін сүйіспеншілікпен. Бір-бірімізге мінәжат етуге, дұғада болуымызға, ораза ұстауымызға. Егерде қасындағы бауырың қиын жағдайда жүрсе, оған қол ұшымен көмектес. Оның жағдайын біл. Оған дұға ет, ұмытып кетпе оны. Ертең Құдайдың алдына барғанда сен үлкен сыйынды аласың. Аумин. Білесіздер ме? Көп кезде біз көзге көрінетін жақсылықтар жасағымыз келеді. Бірақ та бір ғана зат бар. Көзге көрінбейтін жақсылық, ол одан да үлкен жарылқау. Менің бір жолдас жігітім бар. Осы Арыс қаласында тұратын. Білесіз, ұзақ жылдар бойы ол түрмеде отырған. Ешкімге керек жоқ. Бірақ та сол түрмеде отырған уақытта оған сенуші бауырлар келіп Құдайдың сөзін айтқан. Және айтып қана қоймай, оны тастап кетпеген. Оған әрқашанда Құдайдың сөзін айтып, киелі кітап қолына ұстатқан. Ол түрмеден босап шыққан уақытта білесіз бе не істеді? Ол ең бірінші қайда барады? Әлбетте Құдайдың адамдарын іздейді. Аумин. Құдайдың адамдарын іздейді. Өйткені қиындықта сенің қасынан табылған адамдар, ол сенің шынайы достарың. Қымбатты досым, әрқашанда тек қана өзін үшін ғана мінәжат етпей, қасындағы бауырларын үшін де мінәжат ет. Олар үшін де дұға ет, және оларды да ізде. Сонда сен өзіңнің көктегі сыйынды Құдайдан аласың. Мүмкін ол адам сен туралы есіне де алмас. Сені тіпті ұмытып та кетер. Бірақ та бір ғана зат бар. Құдай ештеңені ұмытпайды. Құдай көктегі амал дәптеріне сені әрбір игі істеріңді жазып отырады. Құдай сені жарылқап баталасын. Исаның атымен жарылқаймын. Баталаймын сен өміріңді. Аумин.